Бүгін бізде жүрек жалпы насостық қызмет атқаратын ағза болып келеді. Жүректің сыртқы қабаты перикард деп аталынады. Перикард екі қабаттан тұрады. Фиброзды және де серозды қабаттардан тұрады. Фиброздан кейін серозды. Сероздың өзі екіге бөлінеді. Ол бізде париетальды және де висцеральды болып бөлінеді. Висцеральды серозды қабық пен париетальды серозды қабықтың арасында бізде серозды сұйықтық қоршалып тұрады. Одан кейін жүректің сыртқы қабаты эпикард деп аталынады. Эпикардтан кейін ең қалың қабаты бұлшықетті, яғни жүректі жиырып тұратын қабат миокард қабаты орналасқан. Миокардтан кейінгі ішкі қабаты эндокард орналасқан болып келеді. Келесі жүрек. Жүрек бізде 4 камералы ағза болып келеді. Қазір яғни бізде оң жақ жүрекше, сол жақ жүрекше, оң жақ қарынша, сол жақ қарынша болып келеді. Бізде оң жүрекше мен сол жақ жүрекше арасында жүрекше аралық перде болады, ал оң жақ қарынша мен сол жақ қарынша арасында қарынша аралық перделер болып отырады. Оң жақ жүрекше мен оң жақ қарыншаның арасында бізде 3 жармалы қақпақша болады. Мінекей 3 жармалы қақпақша болады. Ол фиброзды қабаттары болады. Сол арқылы жабылып тұрады қанның кері кетпесі үшін. Оның ашылуын бізде мынандай 3 аяқша қамтамасыз етеді, яғни сіңірлер қамтамасыз етеді. Сіңірлер эндокардтың бұлшықетті қабатына қарай қосылып орналасқан, яғни осылар тартып жауып тұрады. Бізде сол жақ жүрекше мен сол жақ қарыншаның арасында 2 аяқшасы болады, яғни ол митральды клапан, қос жақтаулы клапан болғандықтан оларда 2 аяқша болады, ал 3 жармалы қақпақшада 3 аяқша болып отырады. Енді бізде сол жақ қарыншадан шығатын ағзадағы ең үлкен артерия аорта шығады. Мінекей мына аорта сол жақ қарыншадан шығады, оның өзінің қақпақшасы болады. Бұл да қанның кері қарай ағуы, регургитацияның болмауын қамтамасыз етіп отырады. Ал бізде оң жақ қарыншадан шығатын, ол бізде өкпе сабауы болып келеді. Өкпе сабауының өзі екіге қарай ажырап кетеді. Жалпы жүрекке келіп құятын қан тамырларды веналар деп атаймыз, яғни вена кава инфериор, вена кава супериор деп аталады. Төменгі қуысты вена және де жоғарғы қуысты вена болып екіге бөлінеді. Ал жүректен қанды алып кететіндер бізде артериялар деп аталынады, яғни ол ішінде веналық қан болса да, артериялық қан болса да, жүректен қанды алып кететіндер артериялар деп аталынады. Және де оң жақ жүрекшеге бізде 4 өкпе венасы келіп құяды. Жалпы осылай, және де бірінші тон, екінші тондардың пайда болуы да осы митральды және де 3 жармалы клапан, аортаның өкпе сабауының клапандарына байланысты болып келеді.